сіздер құрметті қазылар алқасы. Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылы номер 14-ші Әбіл Нүсіпбаев атындағы орта мектептің 9-шы Б сынып оқушысы Назымбек Аружан. Менің жобамның тақырыбы Қазақстанның жеті кереметі. Менің жобамның мақсаты қазақ халқының ұлттық қазынасын жинақтап, қазақтың жеті кереметі ретінде бөліп алып, қазіргі жастарға үлгі өнеге ретінде көрсету. Сонымен бірге қасиетті ұлттық құндылықтарды жастарға паш ету. Тақырыптың өзектіліктері: қазақ халқы өнерге бай. Олардың бәрін қазіргі жастар біле бермейді, өйткені бұл қоғамның өзгеруіне байланысты. Біздің қазіргі ұрпақтар өз халқының тарихын біліп, оны басқа да елдерге танытуы керек. Қазақстанның баршаны тамсандырып, таңғалдыратын, әрі кең байтақ өлкесінен киелі орны алатын жерлері тек халқымыздың ғана емес, бүкіл дүниежүзінің қазынасы екені сөзсіз. Алайда көпшілік біле бермейтін, бірақ ерекшелігі көз тартарлық Каспий теңізінен Жоғары Алатауына дейін созылып жатқан аумақта қаншама табиғи кереметтеріміз бар. Қазақтың жеті кереметтері. Алтын адам 1960 жылдардың аяқ кезінде археолог ғалымдар Есік қаласына жақын жердегі обадан алтын киімді адамды тапты. Ол мұнан 2500 жыл бұрын жерленген жас жігіт екен. Марқұмға кигізілген бас киімнің етігінің қонышына, сыртына алтыннан жасалған түрлі ұсақ аттың, барыстың, таутекенің, құстардың бейнелері жапсырылған. Олардың саны 4000-дай. Есік қорғанынан табылған олжа бүгінде әлемге әйгілі Алматы тәуелсіздік монументіне де негіз болып отыр. Осы күнге дейін сақталып келген алтын адам да қазақтың жеті кереметіне енген. Таңбалы тас суреттері. Қола дәуірінің тасқа салынған суреттері көрген адамды таңғалдырады. Ертедегі адамдар күнге күйген жылтыр тастарға жануарларды, адамдарды, соғыс көріністерін қашап салды. Қазақстан жартастағы суреттер әр алуандағы жөнінен әлемдегі ең бай жерлердің бір тамғалы жартасынан археолог ғалымдарымыз зерттеген. Нәтижесінде олар дүниежүзі мәдениетінің қазыналы қорына қосылды. Алматы облысындағы таңбалы тас суреттері бүкіл әлемдік мәдени жәдігерлер қатарына қосылды. Домбыра халық даналығы. Ол халқымыздың өмір тәжірибесі мен табиғат, адам, әлем туралы білімдерін бейнелеп, оларды атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отырды. Домбыра көшпелі елдің көнекөз шежіресі, көпті көрген қарияны көкірек күйі. Әр дәуірде мәдениетімізде дарынды тұлғалардың дүниеге келуіне мүмкіндік беретін ол домбыра. Сондықтан домбыра да қазақтың жеті кереметі қатарында. Қазақтың киіз үйі. Көптеген ғасырлар бойы Еуразияның ұшы-қиырсыз жазирасын басқарған ежелгі халықтың көшпенді тұрмысы мен өмір салтына мейлінше қолайлы болған баспана түрі. Ол көшпенділердің тез жығып шапшаң төгуге, яғни көші-қонуға ыңғайлы үйі. Бекет ата жер асты мешіті. Маңғыстау ойысына тіркелген тұмсығының үзіліп қалған оғыланды шоқысына қашалған тарихи сәулет ескерткіші. Бекет атаның мүрдесі осы жер асты мешітіндегі бөлмелердің бірінің іргесінде қашап орналасқан. Бұл кенді мешіт басы күні-түні әулие басына зиярат етушілерден бір айырылмайды. Ахмет Яссауи кесене нақты әрі гармониялы жоспармен алынған. Екі жақты мұнарамен жалғасқан бас портал еңселі арқадан тұрады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі порталды күмбезді құрылыс. Бұл кесенеге халық құлшылық жасап келеді. Қазақстанның астанасы. Астана қаласында орналасқан. Металдан, әйнек пен бетоннан жасалған. Бұл терек сәулеттің мағынасы жағынан да, жасалуы жағынан да бірегей. Биіктігі 105 метр, салмағы 1000 тоннадан жоғары. 500-ге жуық қададан тұрады. Әлемде бірінші диаметрі 22 метр, салмағы 300 тоннадан тұратын, күннің түсуіне қарай түсін өзгертетін хамелеон әйнегіне жасалған шар биіктігі жағынан рекордқа ие болды. Біздің ұсынып отырған жұмысымыздағы жеті кереметіміз қазақ халқының кереметтерінің қатарында деп ойлаймыз. Домбыра, киіз үй, бұл бәріне белгілі қазақ халқына тән ерекшеліктер. Қазіргі кезде таңбалы тас суреттері жер асты мешіт халық санасынан ұмытылып өшіп бара жатыр. Өз қадір қасиетін бағаламаған ол басқа ұлттарға да қадірсіз дегені рас айтылған. Бүгінгі күн тамыры тереңге жайған, дәуелі ағаштай жайқалып тұрған сан қилы тарихи кезеңдерде қалыптасқан.